Қайырлы күн, тоқыма жақсы көретін жандар. Менің тоқу өнер каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мынадай шашқа тағатын заттардың бір түрін тоқып танысатын боламыз. Ол үшін қажетті заттар: жіп, әрине жіп қажет, крючок, ілмек қажет, қайшы қажет, және резинке қажет болады. Бұл резинкені мен метрлеп алдым және оны бөліктерге бөлдім. Кәдімгі канцелярский товарларда сатылатын резинкені алып бөліктерге бөлдім және оны мынадай дөңгелек етіп біріктіріп алдым ине жіппен. Сөйтіп осы дөңгелекшемізді қаптаймыз. Бірінші негізі 3 жолдан тұрады: бірінші, екінші, үшінші жол. Бірінші мына ілмегімізбен жартылай баған тұрғызамыз. Жартылай баған тұрғызып, бұны резинкені қаптап шығамыз. Кәдімгі жартылай бағамен қаптап шығамыз. Ұшын бұлай байлап біріктіріп қоямыз. Аны тоқу барысында жіптің арасында қап кетуін бақылап отырамыз. Міне мысалға, мына жіптің ұшын тоқу арасында қалдырып қоямыз арасына. Осылай резинкемізді басынан аяғына дейін жартылай бағанмен қаптап шығамыз. Неғұрлым жиі алсақ, мына резинке көрінбей жіптің арасында қалып қояды. Қатардың соңында кездесетін боламыз. Құрметті тоқымашылар, мен бірінші қатарды бітіп қостым, басы мен аяғын қостым. Енді осы жерден әрбір тоқылған көзден бір орамды баған тұрғызамыз. Бірінші көтерілу нүктесін істеп аламыз. Енді әрбір көзден бір орамды баған тоқып шығамыз. Орамды баған. Күршекке ораймыз жіпті, келесі көзден бір баған тұрғызамыз. Ілмекке ораймыз, келесі көзден және бір баған тұрғызамыз. Осылай, осы екінші қатар басынан аяғына дейін осылай тоқылып шығады. Сіздермен екінші қатардың аяғында кездесетін боламын. Міне біз қатардың соңына келіп жеттік. Енді бас аяғын біріктіреміз. Және осы жерден бұл жібімізді өзгертеміз. Қиып алып тастап, басқа түске өтеміз. Қазір мына түрге келді. Міне. Мен мына шашқа тағарда екінші қатарды көк түспен алып шыққам. Бұл жіңішке еді, сондықтан мынау менің шашқа тағарым көлемді болып тұрған жоқ. Ал мына шашқа тағатында екіншісінде қара түспен алдым да, көлемді болып тұр. Мынада да екіншісін өзінің көк түспен алдым, үшіншісінде ақ түспен алдым. Ал мына шашқа тағатында бірінші розовый, екінші күлгін көк, сұр свет, үшінші ақпен алдым. Енді қазір мен бірінші екіншісін тоқ қызылмен алдым.
қоңыр қызылмен, енді үшіншісін мынадай жіңішке ақ Alize Langold жібінен тоқымақшымын үшінші қатарды. Өте жіңішке, және жіңішке болғандықтан бұл әдемі шығады, үлпілдеп мынаған ұқсап міне. Мына шашқа тағатында осылай мынамен тоқып шыққан болатынмын, осы Alize Langoldпен. Міне бұлай әдемі шыққан еді. Енді мына осы жолды осы ақ жіппен тоқымақшымын. Бұның тоқыманың мына бұйымның кез келген жерінен ала береміз. Жаңа жерден алсақ та болады. Мына ұшын жіптің арасында қалдырамыз. Шығарып аламыз бірінші. Шығарып аламыз. Ұшын тартып, екі ұшымен біріктіріп алсақ та болады. Міне бұлай. 3 қатар жоғары көтереміз. 3 қатар жоғары көтеріп болғаннан кейін орамды баған аламыз. Дәл осы жерден. Дәл осы көзден орамды баған аламыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Сол бір жерден алып жатырмыз. Бір көзден төртеу алдық. Бесеу аламыз. 5 орамды баған алдық. Екінші көзге барамыз. Мына екінші көзіміз. Мынау, міне осыдан да 5 орамды баған аламыз. Бір, екі, үш, төрт, бес. Бесіншісін алайық. Енді келесі көзден де осылай бесеу аламыз. Яғни тоқыманың басына дейін осындай әрбір көзден 5 орамды баған тұрғызып отырамыз. Бесеу. Келесі көзден де және 5 орамды баған тоқитын боламыз. Сонымен біздің шашқа тағатынымыз, шашқа тағарымыз тек қана осындай орамды 5, 6, 7 орамды бағандардан тұрады. Өзіңізге байланысты, егер сіз осы бір көзден 5, 6, 7-ге дейін алып отырсаңыз, неғұрлым көп алсаңыз, мынадай үлпілдеген болып шығады. Көп алсаңыз, мынадай қалың, әдемі болып шығады. Қатардың соңында кездесетін боламыз. Міне достар, мен қатардың соңына жақындап қалдым. Сол бір көзден 5, 6 орамды баған тоқып отырдық. Бір көзді 5, 6 орамды бағанға айналдырып отырдық.
мына ақырғы көз қалды. Және бір көз қапты. Оны да тоқиық. Үшеу алдым бұдан. Мына жер сәл тығыздау болып. Енді сонымен қатардың бас аяғын біріктіретін боламыз. Біріктіреміз. Сөйтіп, жібімізді кесіп алып тастаймыз. Жіптің соңын қатардың арасына енгізіп жібереміз. Жіптің соңын қатардың арасына ендіріп, артығын кесіп тастаймыз. Екінші қатарда да жібіміздің артығын, жіптің артығын қатардың арасына енгізіп, артығын кесіп тастайтын боламыз. Міне, біздің шашқатағарымыз осы түрге келді.